Бәріне сәлем, бүгін біз қуырдақ дайындаймыз, ол үшін бізге етті үлкендеу қылып турап алу керек, менде сиыр еті. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, еттегі ағзаттар ол чеснок. Ең алдымен бұл етті мен сүрлеп алдым. Оған ең алдымен чеснок теркадан өткізіп, қарабұрыш және де тұзды қосып, араластырып, етке жағып, оны кішкене кептіріп сүрлеп аламыз. Сол кезде еттің дәмі өте керемет болып шығады. Одан кейін көкөністердің барлығын турап аламыз. Ең алдымен бізге пиязды осылай видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай болгар бұрышын, сәбізді және де картопты барлығын видеода көрсетілгендей турап аламыз. Барлық көкөністерді бір ыдысқа салып аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай аз көп қоссаңыздар болады. Менде мұздатқышта қатырылып алынған гинза мен сельдерей. Және де чеснокты 3-4 бөлікке бөліп қосамыз. Тұз, паприка, куркума барлығын сеуіп араластырып аламыз. Сіздер куркума мен паприканы қолданбасаңыздар да болады. Табамызды қыздырып, оған сұйық майды құямыз. Сұйық май қызығаннан кейін оған шым-шым қант қосамыз. Қант еріп қызаруы керек. Табаға қантты қосу себебіміз етті қуырған кезде еттің түсі өте әдемі болып шығады. Қант еріп қызарғаннан кейін еттерді саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Мен етті алдын ала дайындап сүрлеп алғандықтан мен тұз қоспадым. Егер де сіздердің еттеріңіз сүрленбеген болса, тамаққа тұз қосып алыңыздар. Ет толығымен дайын болу үшін су қосамыз. Ет толығымен дайын болғаннан кейін көкөністерді саламыз. Араластырып, толық дайын болғанын күтеміз. Қуырдақ өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Қонақ келген кезде таптырмас тағам болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Еркежан. Егер де видео ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.